Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі. Биылғы жыл қазақ елі үшін мерейлі жыл болды. Ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Хакім Абайдың 175 жылдығы, сонымен қатар Алаштың ағайық ақыны Міржақып Дулатұлының 135 жылдығы келіп отыр. Біздің мектебіміз нөмір 68 мектеп гимназия былтырғы жылдан бастап Міржақып Дулатұлының есімін иеленіп келеді. Міржақып Дулатұлының қазақ халқы үшін істеген еңбегі, күрескерлік тұлғасы, қоғамдық еңбегі өз алдына бір төлі. Сонымен қатар Міржақып Дулатұлы негізінен тіл жанашыры, тіл қамқоры болған адам. Оның бір айғағы ретінде 1926 жылы сол кездегі Қазақ Автономиялық Республикасының орталық атқару комитетінің төрағасы Жалау Мыңбаевқа жазған «Қазақ тілінің мұңы» атты мақаласынан байқауымызға болады. Бұл мақалада халықтың тілдің ашынған үні, халықтың жан шырылы айқын көрінеді. Осы мақаладан үзіндіні Міржақып Дулатұлы атындағы нөмір 68 мектеп гимназияның 10-шы сынып оқушысы Балтабаева Ділназның орындауында айтуында тыңдап көріңіздер. Мен заманымда қандай едім, мен ақын, шешен, тілмар бабалардың бұлбұлдай сайраған тіл едім. Мөлдір судай таз едім, жарға соққан толқындай екпін дедім. Мен нар кескендей өткір едім. Енді қандаймын? Кірленіп барамын, былғанып барамын. Жасыдым, мұқалдым, мен не көрмедім? Маған әкеліп парсы мен арабты қосты, бертін келе шүлдірлетіп ноғайды, былдырлатып орыстар аластырды. Тіпті бір күндерде мені мүлде жоқ қылғысы келгендер де болды. Тіріде маған ара түсушілер аз болды. Мен жылы сөзді алдымен айналып кетейін, осы күнгі Ахмет деген кісіден ғана естідім. Төңкеріске шейін көрмегенім қалған жоқ. Төңкеріс болмаса, бейшара қазақ менен айырылатында шығар деп едім. Төңкеріс болды. Қазақтың көзі ашылды. Қазақтың көзі ашылған соң, менің күнім туды ғой деп қуанып едім. Жаны жәрдем кеткір миссионерлердің, молдалардың, тілмаштардың қол жаулығы болудан құтылдым ғой деп ойлап едім. Оның үстіне қазақ тілі мемлекеттік тіл болсын деген заң шықты. Төбем көкке төртелі жетпеді. Бірақ не керек бар? Босқа қуанған екен. Енді қайтемін? Бұл мұңымды кімге айтамын? Кімге шағамын? Менің ойлап тапқаным жалау жолдас, сен болдың. Сен үкімет басындағы ақсақалымыз едің. Сен нағыз қазақтың бел баласы едің. Сен адырайған адай едің. Мұңымды мен жалғыз ақсаған шағамын. Өзге комиссиялардың көбіне сенбеймін. Олардан да жақсылық көріп жүргенім жоқ. Газетке арналған сөздерін орысшалап жазып, шала-шарпы тілмаштарын аудартып, жанымды шығара жаздайды. Тасты жапалаққа ұрса да жапалақ өледі, жапалақты тасқа ұрса да жапалақ өледі дегендей, бәз баяғы менің сорым. Жалаужан, мен саған жалына ауыл тілін шығарамын, газетім нағыз ауыл тілінде, таза қазақ тілінде жазылады дегенде, ішім елжіреп кетеді. Мұныңа мен тілектеспін. Жортқанда жолың болсын, жолдасың Маркс, Ленин болсын. Сенің керегіңе мен дайынмын. Бірақ мені қорға таза сақта. Көрінген тілмаштарың аудартып, тағы да қор қылма. Әсіресе қазалы сықылдылардың қазақыландырғанынан қорға. Азар көменес болып кетсең де, ата-бабаң қазақ еді ғой. Мен солардың тіледім ғой. Ая мені.